деген кездесу мынау. Былайша айтқанда, тұлпарға да, темір тұлпарға да мінген, садақты атқансыңдар, кәдімгі Әдемі кездесу болған, керемет кездесу. Өте жақсы кездесу болды, прям мындай. Бұл кімнің идеясы? Менің идеям. Сәбіз сенікі ма шынымен? Иә, айттым, мен өте жақсы көрем, атқа шапқанды өте жақсы көрем. Сол себепті сразу келген кезде айттым, давайте атқа барайық деп идея тастаған болатын. Ал бұл кісі сразу риза болдым, сөзімді жерге тастаған жоқ. Давай барсақ барайық деп бәрін өзі организовать етіп, мені алып кеткен жайы бар. Сөйтіп қыз қуып болды дейсің ғой. Иә, өте жақсы болды. Жігіт қуып жетті ме? Қуып жетпеді. Беттен сүймеді ғой. Бірақ қамшыладың ба өзің? Қамшыладың ба? Ойбай, атты ма? Жоқ, қамшыламадым, мен артына қарамай, мен кәдімгідей жеткізбей енді шаптым. Бұл кісі айтады маған, сен қатты шауып кеттің ғой, мен саған да жетпей қалдым деп жатыр да. Негізі Шырайлым, сіз ауылдың қызысыз ба? Жиі атқа барып тұрасыз ба? Ауылдың қызым. Мотоцикл айдадым, көрген жастар, атқа да жаттым, так что ауылдың қызымын ғой. Ой, жарайсыз. Мықты қыз ғой, нағыз мықты қыз. Ал Ержан мырза, енді кездесуге бардыңыз, Шырайлым қандай екен? Ұнады ма Тахир мырза, сіз айтып отырсыз ғой, бетіңнен сүймедің ба деп. Просто мен беттен сүйсем апат болды ма дедім арт жағы. Жақсы кездесу болды, жақсы сөйлесу. Енді апат болмасын деп атпен жаңа жетпеді деп жатыр ғой. Мен ауылдың баласы болғаннан кейін, ат құлағында ойнағаннан кейін атқа міну, шабу деген нәрсе маған особо қатты қызық емес, шын айтқанда. Бірақ ана жердегі Шырайлымның, Ханшайымның көңіл күйі өте керемет. Қазір оны сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Және сол жердегі Алматының шетінде Тұрар деген ауыл болды ғой, сол жерге бардық. Қайрат деген жігіт өте жақсы жігіт екен. Көрсетті, мотоцикл болды. Негізі мотоцикл теуге болмайды. Бірақ Шырайлым теуіп көрейінші маған. Біз міндетті түрде мынау қызық әңгімені жалғастырамыз, тек шағын жарнамадан кейін арна ауыспасын.